Қазақ тарихын көшірген Голливуд. Шетелдік кинематография қазақ тарихындағы көптеген қызықты оқиғаларды көшіріп, өздеріне бұрмалап алған. Мысалы, барлықтарыңызға мәлім Голливудтың әлемді таңғалдырған бір фильмі бар. Ол 300 спартанцев. Бұл фильмді білмеулеріңіз мүмкін емес. Талайымыз көріп отырған киномыздың қазақ тарихы екендігінен бейхабар болдық. Сонымен бұл қандай тарихымыз екен деп қызыға ойланып отырған боларсыз. Мысалы, 300 спартанцев деген фильмде өте аз әскермен құмырсқадай үймелеген парсыларға қарсы соғысқа шығады. 300 әскермен парсылықтарды жайратып салады. Ең соңында біреуі тірі қалып, бұл оқиғаны тарих беттеріне қалдырады. Олардың тарихы бойынша ол біздің заманымыздан бұрынғы 460 жылдар болған оқиға екен. Десе де, бұл оқиғаның негізі Қазақта жатқанын көбісі білмейді. Сіз Салқам Жәңгірдің Орбұлақтағы шайқасы жайында білетін бе едіңіз? Салқам Жәңгір 600-ақ жауынгермен жоңғардың 50 мың әскеріне төтеп берген болатын. Бұл оқиға спартандықтар сияқты біздің заманымыздан бұрынғы жылдарда болмаған, осыдан 1643 жылдар орын алған оқиға. Фильмдегі көрсеткен спартандықтардың батырлығы мен жауынгерлік мінездері осы қазақтардың сол кездегі бейнелері. 600-ақ әскермен 20 мың қолға қалай қарсы шықты деген сауал бізді де мазалады. Сөйтсе, сол кездегі ата-бабаларымыздың соғыс тактикасын жақсы меңгергендігі екен. Салқам Жәңгір бастаған қазақ қолы Орбұлақтың биік беткейінен 600 ор қазып, жауын улы жебемен қарсы алады. Сонымен қатар сасық текенің түтінін де пайдаланады. Улы жебе адамды жанап кетсе, сол жері жансызданып сулап құлай береді. Ал сасық теке деген гүлді суға қайнатып, оған шүберек малып кептіреді де, жағып жіберсе түтіні жан-жануарды уландырып тастайды. Жоңғарлар қазақ қолының аз екенін біліп, жапырып тастамақ болып лап бергенде улы түтінге, онан соң улы жебеге орнады. Міне, осындай амал-айла арқасында қалмақ қолы ойсырай бастайды. Аузы басын тұмшалап, ешкінің майымен майлап алған қазақ жауынгерлеріне улы түтін әсер етпейді. Уланғандары қымыз бен меңдуананы араластырып ішіп, тазарып аман қалады. Ал аттары уланса, тұмсығын құйрық маймен ұрып тазартады. Алғашқыда не болғанын түсінбей қалған ойраттар мәнісін кейіннен біледі. Бірақ ол кезде барлығы кеш болады. Міне қараңызшы, тайға таңба етіп басқандай қазақ тарихында ізін қалдырған таңғажайып оқиға бар. Осыны Голливудтағылар өздеріне бұрмалап, өздерінің тарихы ретінде кино әлемінде қалдырып қойды. Қарап отырсақ, біз білмеген қазақта қаншама сыр бар.